Ардақты ағайын, енді сахна төріне Қарорман Қарағандыдан келген Дидар Хамид қарсы алыңыздар. Дидармен айтысатын Жайсаң Жайықтың аяулы қызы Жансая Мусина. Арасын ән қылса да көк пен жердің, амал қанша ғұмыры шектеулердің. Ораздай оғланды ойым алып, шерлі шемен кеудеме кептелген мұң. Елге оралу арманы болған екен, бір кезде шекарасып кеткендердің. 60-шы жылдары көші келген, Тияншан тауын асып жеткендердің. Мына менің аулыма тұрақтапты, бірі сол елге келген көп керуеннің. Ішінде атанасы болған екен, Ораз бен Оңғар сынды тектерлердің. Шет ауданы Кеңшоқы ауылында бірнеше жыл айменен өткерген күн. Ассалаумағалейкум жеті суым, жылуын бір сездірші от кеудеңнің. Кешегі Құлманбеттің құлынындай, алдыңда бір көсілсем деп келгенмін. Қысқасын айтқан кезде тойға келген, бірі ғана емеспін көп бендеңнің. Шеттен келген Ораздың әулетіне шеттетпей құшақ жайған, шеттен келдім ай-ей-ей-ей. Жансая, жансаяғын жансаяғыз, қыз дегенде жас емес большаяғыз. Жансаяны жақындан бір көрсем деп, есіміңді қылады қанша яңыз. Жұртыма көңіл адал иман берік, кетейі өлеңдейтін сыйдан беріп. Мақсат ағаң келмей қап бұл айтысқа, кеп қалдық жетісуға мейман болып. Жансаяның жанына жайғасқанда, отыруға болмайды бейғам болып. Мәкең сені тілімен түйреуші еді, маңайыңыз мереке мейрам болып. Бір түрлі болып отырған жоқсың бәйтеу, қасыңа сақалы бар имам келіп. Тілінің тікені бар мақсат емес, бетінің тікені бар Дидар келіп. Ай-ей-ей-ей. Іле деген қалаға шеткі аудандай, тұңғыш айтыс жасауға сеп болғандай. Жансаяғыз айтыстың ақшақары, Алатаудың баурайын бетке алғандай. Негізгі қарсыласың мәкшеді, кешегі түзде жортқан тектарландай. Ақшақарым әбіржіп отырсың ау, бір нәрсеге уайым жеп қалғандай.
Аяз ата келеді деп отқанда, сап етіп Қыдыр ата кеп қалғанда, ей. Біледі сахнада төскерсеңдел, сезеді қарсыластан сескенсеңдел. Әрбір ақын ыңғайлы жұбын іздейді, арасында болған соң ескі өлшемдер. Мына мен айтсайшы деп айта алмайсың, біреудің орнына кеш келсеңдер. Мен де солай кеп қалдым ойда жоқта, сенбесеңдер болады тексерсеңдер. Қызбенен айтысуға қырым жоқ еді, ағайын осы жағын ескерсеңдер. Сонда денді барынша тырысайын, жәнсөкпен айтысымды қош көрсеңдер. Ал жансая жасырмай айт отыршы, мақсатпен кездескенде не істеушеңдер, ей. Haydi. Мақсаттар айтысат деп, тек тарландай, әзілің бір әзілге сеп болғандай. Бетінде тікені бар жігітпін деп, қайтесің уайым қайғы жеп қалғандай. Ол рас шөбің өсіп кеткен екен, далада шабылмаған гектарлардай. Бір түрлі боп қалдың ба деп қоясың, одан соң жаңа жылға бет қалғандай. Деймісің Дед Мороздың орынына жұрт бізді Қыдыр ата деп жұрт мені Қыдыр ата деп қалғандай. Өзіңде бір түрлі боп отырсың ба, дүнияның қызығынан шет қалғандай. Қасыңа Ақшақардың орынына жирана домаланып кеп қалғандай. Игагай, 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 игагай. Біріксек бөлінбейтін мың ақынбыз, бөлінсек шала жансар бір ақынбыз. Haydi. Тарихта қыз жігіттің айтысы көп, түсіндік мақсаты мен мұратын біз. Саралар айтысқанда бір жанменен замана зарын ұғып сынатынбыз. Сахнада бағы болды Есенқұлдың Әселхан екеркекті жығатын қыз. Шолпандар айтысқанда Қатақаң мен жеңгесі екендігін ұғатынбыз. Бегарыс әсияларды тыңдағанда аянбай шапалақты ұратынбыз. Қыздарға қырым жоқ деп дидар бүгін, деймекен қастарында сірә кімбіз. Мақсатпен не істеушеңдер деп қояды. Ол рас біздер жиі шығатынбыз. Құрысын жасыратындай не бар бізде? Сахнада сауық сайран құратынбыз. Жаңағы қыз жігіттер не жасаса, біз соны қайта-қайта қылатынбыз. Игагай, 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 игагай. Ей, бауырларым! Сәті деп ақындардың алшабатын айтысқа арнап келген әр сағатын. Ағайын аманбысың, есенбісің, терең сөз тапқыр ойға тамсанатын. Жайықтың жағасынан бізде жеттік, қалмас деп шаршалаңда шаршабатын. Тайырдың жерлеседік, өлеңменен суретін туған жердің дәл салатын. Тұяғек тұяқ берді, Шәміліптің күл әлем көйлеріне қол соғатын. Мұхит пен Ғарекеңнен қалған ұрпақ әңгіменің аяғында ән салатын. Сырымның даласында өскен жоқпа Қадыр мен Жұбандайын қанша мақын. Қыз жібек Мәншүктерге мекен болған байтақ ел жүрегіме сонша жақын. Ақбасты Алатауым қалымға қалың қалай,
пейілін ақ ниетін жар салатын, сәлемін беріп тұрмын ақ жайықтың, келсеңдер құшақ жайып қарсы алатын. Игагай, гай, игагай, игагай, гоу, игагай. Ей, суайт! Қасыңа келіп бүгін орналармын, өзіңнен барымды сап қорғанармын. Тектен тек су айтсың деп отырғам жоқ, ел білсін соны айтуға қомданармын. Маусымда қатон жақта жолыққанда салмағын басып сөйлеп тонналардың. Мен саған Рүстем Мақсат емеспін деп, қаныңды деп келердей сорып алармын. Айтыс сайын бойдақсың деп жансаяға астында қалдыратын бомбалардың. Шығыста Асқар дейтін ағамыз бар деп едің, жайыңды өзім қолға алармын. Атбегі деп мақтадың, бабын білген не түрлі жүйріктермен жорғалардың. Иманды жігіт айтты деп сендік біз, Меккедей төрін көрген ордалардың. Шыққасын Асқарда жоқ, Қошқарда жоқ. Бетіңе басып соны толғанармын. Әй, бірақ неменеге ренжеймін мен, бақтын жасау керек қолдан әргім. Тегіннен айтқан жоқ қой білетіндер, сөзіне сенсеңдер де соңқұлдаған, өзіне сенбеңдер деп молдалардың. Игагай, гай, игагай, игагай, гоу, игагай. Айтатын неше түрін ертектердің, сазайын бергім келет тентектердің. Жақында Бақыт ағам сұхбат беріп, қоғамның көрдік бірден селдеткенін. Құтырып барады деп күннен күнге ақылын әйелдердің келтеткенін. Бәріне келіншектер кінәлі деп айтқанын дұрыс қой деп елпектергім. Өздері өтірік айтса кешірімді, түсірмейм құнын, бірақ мен тектердің. Апырай, қалай қайтып күн көреміз, құтырған заманында еркектердің. Игагай, гоу, игагай, игагай, гоу, игагай. Молданың ұнамайт тебеу ісі қатты, жансая күмән дойға түсіп апты. Катонда болған жайды қайта қозғап, уақыттан жасамайық ысырапты. Бұл жерде молданың еш кінәсі жоқ, әй бірақ саған қандай кісі ұнапты. Ол Асқарың айтыстан соң келді маған, тақымына бір серке қысып апты. Ол деген ат шулы Атбегі ғой, шығыстағы білетін кісі бапты. Талай жанға асауды жуастып, бас білдіріп жіберер ісін апты. Өзінің айтуынша сен келет деп, сол күні ерте тұрып құсылапты. Бұғының қанын аздап ішіп апты. Басында сыртыңыздан қарағанда жүзіңіз көзге жылы ұшырапты. Одан соң сахнадағы арыныңды көргенде бұзылыпты, түсі қатты. Шуасайдың талайын көрсем дағы, мына қыздың басты дейді, мысы қатты. Сөйтті де өз жөніне жүре берді, бетке алып бөктердегі қышылақты. Жуасыту қолымдан келмейді деп, қырықтан асып кеткен қысырақта. Еркектер құтырды деп шер төккенмен, аулақ бол оның бәрін
Бұл күні кездестірем жер көктем мен. Бір-бірінің қатесін кешір алмай, секем ала береді селт еткеннен. Әйелдер өз еркегін жамандайды, отбасын асырайым деп тер төккенмен. Күйеулер өз әйелін күстан алайды, жүрсе де ерте тұрып елпектеумен. Отбасы құпиясын жая салат, басында сыр ашпауға серт еткенмен. Бұл енді отбасының әңгімесі, саған түк қатысы жоқ жер тепкенмен. О заманда бұ заман Жансая жан, сен қандай зиян көрдің еркектерден, ай. Өмірде болмайды деп ылғи көктем, баланы бабам әрге сынғы үйреткен. Қаршадайдан қанаты қатайсын деп қыранның баласындай шыңғы үйреткен. Бұл күні шыбық тимей шыңқ ететін, жас ұрпақ соның бірін білмейді әттең. Қоғамда тек құтырған еркек емес, жігіттер бар боргемік мұңғы үйреткен. Жай ғана қатты айтқанын көтер алмай, кей оқушы ұстазды тілдей дөктем. Жылайтын жігіттерде пайда бопты, қыздарына өкпелеп жүрмей кеткен. Етегі жасқа толып ез еркектер әркімге сұхбат беріп жүрдей деппен. Бірі өзін әйелге шын билеткен, туыстары үйіне кірмей кеткен. Ал бірі мемлекет көмектеспей, көшеде қалдым дейді кір көйлекпен. Күніне 1001 бәле көрсең дағы, еркек болсаң тағдырға жүрмей дөкпең. Бабалар ел басына күн туғанда, ішкен асы бойына сіңбей кеткен. Ұйықтап атан қомы ат жалында, талай таңы кірпігін ілмейді өткен. Алаштың арыстары ақ құлақтың айтқанын құлағына ілмей кеткен. Ит жеккенге айдалып, атып асып, өмірді қалауынша сүрмей кеткен. Бірақ солар азаптың бәрін көріп, өмірлері өтсе де кілбейін етпен. Қараңғы қазағыма сәуле шашып, жарқырап шығамын деп күндей көктен. Репрессиядан көз ашпай жүрсе дағы, депрессияның некенін білмей кеткен, ай. Ұстаздың толтырам деп қайтуысын, деканға звондатар байтуысын. Сессияның уақыты басталды ғой, студенттің көрсетер айқын ісін. Тез тапсырсам дейді олар жүгіреді, ертерек ауылына қайту үшін. Жансаяда ұстазы универдің, жүрген жанның бір емес жай күн үшін. Өте қатал мұғалім дейді сені, маған дұрсып жүрерсің әй құрысын. Сабағында шулауы бұлай тұрсын, шәкірттер алады екен жай тынысын. Емтихан зачеттардан құлатайды дейді, ұстап ап Махамбеттің қайқы қылышын. Қыр соңынан бір қалмай шәкірттері жәкеңнің алады екен әй тынышын. Шіренеді екенсің қоймаймын деп, келсе де қандай аға қайтуысың. Соншалықты не болды Жансая апай, тез адамның бірең ғой қайтымышын. Байғұстарды жүгіртіп жүрсің бәлде, айтыстан алар бөлек кайфың үшін. Шал шауқандарға емес соңымыздан, жастарда жүгірет деп айту үшін, ай. Шап. Ей, дидүш!
Кентол баласы емес, мектептердің келмейді шекарасын шектеп бергім. Шетінен байғұстарды құлатат деп, өзіңе Орал жақтан өкпеткенгім. Адамды аямастан қинайтындай мен саған бір емеспін көкпеттердің. Қайтолар мені жақсы көргеннен соң қамқоршы әпкесіндей боп кеткенмін. Айтысқа кетерімде бұл жолы да шаруасын біразының реттеткенмін. Тағдыры енді сенің қолыңда тұр, мен кеше сабағыма кеп кеткенмін. Дидарды жеңіп келсем Алматыдан бәріңе 5 қоямын деп кеткенмін. Игагай гоу, игагай, игагай гоу, игагай. Сөзіңнен дидарымның басқатама, бәрлігін уайымдасақ аспатама. Асауды жуаста алмай жүрсе асқарын шаруасын ақсатама. Жәкеңді шалшауғандар қуат дейді, қимайда өзім менен жастақаға. Мен бірақ жолыққам жоқ, артымыздан ақ бозат мініп қуған жақсы атаға. 40 жыл бойы күтіп жүремеспін бе? Жолаушың жолда жүрген ашқатама. Ендігі жетер еді тірі болса, мініп ап шықса дағы таспақаға. Игагай гоу, игагай, игагай гоу, игагай. Жаным, сөйлейсің кейде қатты арқағысып, сөйлейсің кейде тізгін тарта түсіп. Сен зиян көрдің дейсің қай еркектен? Дедің бе жүйкеңізді сәл тауысып? Қорлықтың бәрін көріп жүрген мына мен ғой. Сахнаға шықсамдағы сәл қағысып. Отырам осылармен мәңгі алысып. Ғұмырым өтіп бара жатқан жоқ па? Әркімнің байы менен арпалысып. Игагай гоу, игагай, игагай гоу, игагай. Айтатын сахнада шын қалжыңды, айтайын ораздайын тұлғамдыры. Өзіне үлгі болды алдындағы Құлманбет бабам салған жырдан қылы. Тез тауып айтушы еді тапқыр ойды. Жарықтың жолда қалып жылдамдығы. Біраз жыл бұрын елдің есінде ғой жүкемнің жекпе-жектер қылғандығы. Сол кездер маңызды еді біздің үйде қосылып тывымыздың тұрғандығы. Айбектер оразалы мелістер бар, құралған сахнада тыңнан жыры. Солардың арқасы ғой көп жастардың мойынын ол өнерге бұрғандығы. Тірілді өшіп бара жатқан өнер ешкімнің болып кетпей құрбандығы. Әркімнің шығатын өз бейігі бар, көрінсе деп тілейміз шыңнан дүрі. Шаршатат кейде бірақ бұл күнде шынымды айтсам, шаршатат кей ақынның мылжаңдығы. Тойға кеп тойып кететін ақындар көп, ораздай ұлт ақыны мыңнан бірі. Игагай гоу, игагай, игагай гоу, игагай. Сахнада талай мәрде түйісіп ем, кейде жай, кейде қатты тиісіп ем. Қаншақын бармыз қазақ даласында, жиылсақ ой мен қыры мүйісінен. Жүкеңмен аман жолдай ағалардың қасына мен де сендей ұйысып ем. Дидошау саған айтар бір сөзім бар. Сен дөзі қай кезде де біздермен сыйысып ең. Талғат бар, Қажмұқан бар, Тұрарың бар. Бір-бірін тез табатын иісінен. 10 шақты ақын 88 бізде бір шабыт оянғандай миышінен.
Аулында Аспанбектің қыдырдыңдар жолдардың жүріп түзу қиысымен. Одан соң Шалқарбайға кеш бердіңдер шапанын қадағалап киісінен. Біз 88 біз деп гимн айтып билеп биледіңдер бейшінен. Шулатты бұлар инста, фейсбукты сурет сап отырған төрпейішінен. Бірлікті жырлайтығын ақындардың қалдық біз күмәнданып кейісінен. Дидарау сенің 88-дерің үйтігіп жүрген жоқ па үй ішінен. Игагай-гау, игагай, игагай-гау, игагай. Рас 88-дер сортталды, Жансая ғана оны көріп қалды. Ақ құрдастар аулына бір-бірінің қонақ болып бас қосып жолыққанды. Барғанда да сопиып жалғыз бармай, отбасыны апардық толыққанды. Әйелдер бұлай тұрсын балаларымыз, бір-бірімен дос болып оңып қалды. Жансая біздердікі бірігу ғой, қойыңыз бөлінет деп қорыққанды. Кешегі ораздардың кезіндегі көп жағдай көкейіме қонып қалды. Ақындар бірін бірі іздеп барып, көрмесе сағыныштан өліп талды. Сол шақтың күвәлері қазыды отыр, бір жүріп қатар кешкен көбік қарды. Қараша ішсе дағы қанағат қып, бірге жеген бір үзім бөліп нанды. Сол үрдіс осы күні үзіліп қап, көп ақынның көңілі торыққанды. Біз қайта сол дәстүрді жандандырып, қайта бастап жатырмыз жорықтарды. Әйтпесе осы күні ақындарым бастарын қосу үшін толыққанды. Не айтыс болу керек болып қалды, не қайтыс болу керек болып қалды. Бұрайын әңгімені түйін дойға, бір мәселе көтеріп жиын тойда. Оразалы ақынның атындағы бір көше жоқ екені Дүйімгайға. Бірлігім ол көп ұлтты бұл ауданнан, қазақ елі алатын сыйын қайда. Осынау Өтеген Батыр ауылынан көше берсе әңгіме тыйылмай ма? Жоқ әлде Дачная, Садовая, Оразалы болса жағдай қиындай ма? Берлин, Париж, Мәскеуде өз жерім деп айтқан жыры санаға құйылмай ма? Монғолия, Қытайда менікі деп алып ет бабам жатқан қиыр дойға. Ол кісі Құлманбеттің құлын еді, сарқыт болған жан еді Сүйімбайға. Бұл мәселе аяқсыз қалмас еткен, көше берер осынау ұйым қайда. Бүкіл әлем менікі деген жанға, өз елінен бір көше бұйырмай ма? Қуантқан ертіс жайық есілімді, ілегеде айтыстың көші кірді. Бұл аудан тарихында тұңғыш айтыс. Қуанышты хабар ғой осы күнгі. Биылғы жыл жемісті жыл болып тұр.
айтыскер ақындарға осы жылғы мерейтой қарсаңында ғажап өткен қылалам әрқайсының кешін үлгі. Дүркіреген 64 айтыс өтіп, жаратқаным арттырды несібімді. Жылды жақсы аяқтап жатыр міне, көп адамда көңілдің қошы кірді. Дидарды жеңіп келсем, студенттерге 5 қоям деп жасапсың тосын үлгі. Жеңілірек бірдеңе таппадың ба, тигізетін болдым ау кесірімді. Бәрінен студенттеріңе обал боп тұр, 3-пенен аяқтайтын осы жылда ей. Шап. Студенттердің 3 болады деп бағасын, істің жасап отсың бала шаласын. Осы жерден енді аспа, білмейсің ау сен қасқа, болатынын төрттейтін де бағаның. Айналайын айты сүйір алматым, сара жолын сенде талай салдақын. Алашқа боп астана, қазаққа боп баспана, тарихта өшпейтіндей қалдатын. Алматыда жайсаңмен бар жақсылар, сол жақсылар өнеріме сақшылар. Мына менің ұққаным, алдарыңа шыққаным, маңдайыма жазылған бір бақшығар. Көше берсін дейсің ораз ақынға, мықтылардың болғаннан соң сапында. Біз де разы боламыз, жылды өтсе бұл додамыз, дәстүрлі боп дос босынып атында. Ал аман бол досым Дидар қамиып, мақтағанда отыратын дәлиіп. Талайлармен айқастым, талайлармен шайқастым, сенімен де айтысу бір тарихым. Желбіреп сен шыққан кезде шапаның, үлкендерді шошытады шапаның. Көрсем деп шың асқарды, енді шыққан жастарды, үркітеді иектегі сақалың. 21 ғасырдағы жамбылым, жүре берші ашық болып даңғылың. Аламанда арқыра, сахнада жарқыра, мақтанышы болып Қарағандының. Сусындатып кетеміз деп өнермен, алдарыңда боп айтыстық өлермен. Қазы бәлкім ұнатар, ұнатпаса құлатар, жолыққанша қайта айналып көрермен. Аман есен болыңдар шәу көрермен. Ай бәрекелді. Қошемет ардақты ағайын. Қыз бен жігіт айтысына тыңдарман болдыңыздар. Құрметті қазылар алқасы, бұл айтысты бастаған Дидар Қамидің ұпайын беріңіздер. Дидармен айтысқан Жансая Мусинаның ұпайын беріңіздер. 1-9 қалғаны 10.